Сіздермен Ақиқат каналы. Достар, қазірден бастап лайктарыңызды аяғына басыңыздар, және де арнаға тіркеліп, қоңыраушаны шертіп жүрсеңдер, мен қуанышты болар едім, достар. Достар, видеоның тақырыбынан көргендеріңдей, біз бүгін қалай 1000 подписчик тез жинап алуға болады деген сұраққа жауап беретін боламын, достар. Достар, міндетті түрде, пожалуйста, 100 подписчикке жетіп алсақ, қуанышты болар едім. Арнаға тіркеліп, лайкты басып, қоңыраушаны шертіп жүріңдер. Біз көп сөйлей бермей, видеоны бастаймыз. Мінекей, достар, көп подписчик қалай жинауға болады? Мінекей, осы YouTubeға кіресіздер. И содан кейін мына кіресіздер, любой бір канал жазасыздар. Мысалға мен пазлды жазам. Разл деп қойыппын ғой. Пазл. Естесіздер. Бір любой бір видеоны таңдайсыздар. Өстіп. Мысалға мен мына баланы таңдайсам, осындай сурет. Енді комментарияға кіресіздер. Бүйтіп жазасыздар. Менде де қызықты видеолар бар деп жазасыздар да, ше. Тез көріп кет деп жазасыздар. И жібересіздер комментарияға. Лайкты басып қоясыздар өздеріңізге. Үстіп жазып қойсаңыздар, адамдар қызығады. Үстіп ойына да бар екен ғой деп видеоларыңызды көре бастайды. Сөйтіп жайлап сіз көтеріле бастайсыз. Сөйтіп жаңа жаздыңыз ғой, ше, комментарияға. Неке жаздыңыз. Енді тез не істейсіз да, новый аккаунтқа кіресіз, басқа аккаунтқа кіресіз. Неке, мен мысалға Ерафофо деген бір неге кіремін, аккаунтқа кіремін. Өзімнің аккаунтыма кіремін. Үстіп былай кіресіздер да, пазл деп тағы да жазасыздар. И содан кейін жаңағы видеоны табасыз. Бір баланың суреті бар еді. Мінекей осы видеоны табасыздар. Осы кіресіздер үстіп. Кіргеннен кейін комментарияға сразу кіресіздер. И сосын өздеріңіздің комментария жазғаныңызды іздейсіз. Өзіңіздің комментария жазғаныңызды іздейсіз. Естіп. Мен қазір комментариямды таппасам, бұлай көрсете саламын. Что-то табылмай жатыр комментариям. Осылай оңайырақ болады, достар. Мысалы, мен не таппадым. Өзім комментарымды таппадым. Мысалға, өздеріңіздің комментарияны тапсаңыздар, үстін басасыздар. Және де үстіп шығады. Үстіп ответке басасыздар да, үстіп жазасыздар. Иә, шынында да қызықты видеолар бар деп жазасыз. И содан кейін сол комментарияңызға жібересіз да. Үстіп тағы да өзіңізге лайк басасыз. Үстіп. И сосын жібергеннен кейін болды. Сіздерді уже адамдар көре бастайды, және де қызықты видеоларыңызды көре бастайды. Және де үстіп сөйтіп көтеріле бастайсыз. Сіздер ойламаңыздар, тез көтеріліп кетем деп. Көтеріле бастайсыз, сөйтіп подписчик жинай бересіз. Уақытымен контент түсіруіңіз керек, видеолар түсіруіңіз керек уақытымен. Мысалға, бір аптада 2 видео салсаңыз да жетеді. Бір айға, 2 айға жоғалып кетпеңіздер. Менің айтар осы, короче. Енді арнаға тіркеліп, лайктарыңды басып кетсеңдер, мен вообще қуанышты болар едім. Давайте, достар, қош сау болыңыздар.